Жарқыраған қарбыз 13 бөлім. Ингел мен Сүйген таксиде келгенін көрсетеді. Ингел таксистке тағы бір айналып шығыңызшы осы көшені дегенде, ұйықтап жатқан Сүйген бәрі жақсы дейді. Содан олар түседі, қол жүкті жаңағы Ингел түсіріп жатқан уақытта ол жерде Onion деген атты көріп қалады. Ол түсінбей қарап қалған кезде Сүйген бәрі жақсы ма деп қолшатырды оған ұсынады. Иә, бәрі жақсы деп олар үйінің қасына барады. Содан қыз үйіне кіретін кезде біздің үйге кіріп кофе ішуге қалай қарайсың дейді. Сосын жігіт келісіп үйіне кіреді. Үйге кірген кезінде сен қазір асханадан барып су қайната бер, мен мына жүкті орнына қойып келейін дейді қыз. Сол уақытта жоғарыға көтеріп бара жатқан кезінде наушник, яғни бір жағы түсіп қалып, оны қыз жүгіріп барып аяғымен басып қалады. Оны түсінбей не ол деп түсінбей қалған Ингелге қарап, мынау ауырлау екен, мүмкін сен алып барарсың дейді. Содан Ингел жүкті көтеріп алып барып қыздың бөлмесіне алып барған сәтте ол жердегі анамның алғашқы махаббаты кім екен деп жазылып тұрған жазуды көреді. Соған қарап тұрған сәтте қолы кішкене бір дәреге тиіп кетіп, ұстап қалып не екен деп қараса, ол стресске қарсы ішетін дәрі болып шығады. Соны ол қалтасына салып алып кетеді. Ол сәтте бізге Сүйгеннің ас бөлмесінде күйдіріп жандырып жатқанын көрсетеді. Ингел оны көріп түсінбей жүгіріп келіп не істеп жатсың деп жаңағы отты өшіріп, Ингел айтады, онда мен қазір өзім саған тамақ дайындап беремін, отыр дейді. Содан екеуінің бөлмеде тамақтанып отырған сәтін көрсетеміз. Сонда Ингел айтады, қызық, сен менен ештеңе сұрағың келмей ме, бірдеңе сұрағың келіп отырған сияқтысың дейді. Қыз жоқ дейді. Қыз айтады, сен кодасың ба дейді. Бала түсінбей қайдан білесің бұл сөзді дейді. Мен естіген едім, үйінде ешкім естпейді, бірақ жалғыз бір баласы естетін адамдарды кода деп айтады екен ғой дейді. Сонда жоқ, сен бұл сөзді қайдан білесің дейді. Сонда қыз ойланып, 95 жыл әлі бұл сөзді білмейтін шығар. Мен оны Америкада болғанда естідім дейді. Ингел айтады, сенің білгің келіп тұрған бірдеңе бар сияқты. Жарайды, бәрін қояйық, бүгінгі күн үшін үлкен рахмет саған дейді. Сонда жігіт айтады, сен жалғыз қалудан қорықпайсың ба дейді. Қыз айтады, егер қорқатын болсам, сен осында қалайын деп пе едің дейді. Жоқ, мен олай айтайын деген жоқ едім дейді. Шыныңды айт, сенің ойың арам ой болып тұр ғой, иә деп қыз мазақтап тұрған сәтте жарықтың өшіп қалғанын көреміз. Содан жарық қосылып, қыз айтады, сен маған шынымен де көмектескің келеді ғой, иә, менің Америкаға қайтуыма көмектесе аласың ба дейді. Жігіт айтады, иә, мен оған сенімдімін, сен тек қана Америкаға қайтқың келіп тұрған жоқ, сен ол жерде біреуді тапқың келіп тұрған сияқты дейді. Қыз айтады, егер мен кететін болсам, мен қайтып келмеймін дейді. Сонда жігіт, иә, мен соны білемін, сол үшін де мен ешқайда асықпаймын дейді. Содан жуынып шыққан Сүйгеннің айнаға қарап мәз болып тұрғанын және де Ингелдің айтқан сөздерін есіне алып тұрған сәтін көрсетеді. Ал Ингел де өз үйіне оралып, ол жерде жуынып шайынып сырттағы таза ауаға терезе ашып қарап тұрған сәтте айдың екіге бөлінгенін көреді. Сол сәтте шкафтан қоңыраудың дауысы естіледі. Ол жүгіріп барып ашып қараса, ол жерде өзінің бұрынғы телефонын, сөніп қалған телефонын біреу звондап тұрған болады. Ол оны алып, алло деген кезінде қалайсың деп бұрынғы дүкен сатушысы хабарласып тұрған болады. Қалай, сен ол жақта көп уақытқа қалып қойған сияқтысың, үйге қайтатын уақыт келді дейді. Сонда Ингел, сіз мені 2023 жылға қайтармақшысыз ба дейді. Әрине дейді. Жақын арада ай екіге бөлінген сәтте соңғы рет есік ашылады. Арғы әлемнен бергі әлемді байланыстыратын. Сен сол кезде үлгеруің керексің дейді. Нақты уақытын айтыңызшы, қашан болады дейді. Сол уақытта жақындап қалды, өте жақын дейді. Солай тұтқаны қойып қояды. Ал Ингел болса, кешіріңіз, қашан дедіңіз, естілмей тұр, алло деп қалып қалады. Содан Ингелдің ұйқысынан оянып түс көргендей болған сәтін көрсетеді. Және де ол жүгіріп барып шкафты ашып қараса, ол жерде телефонның жаңағыдай заряды өліп тұрған болады. Содан ол дереу айға қарайды. Ай өз орнында тұр еді. Әрі қарай таң атпай бізге Личанды көрсетеді. Ол аяқ киімнің бауын байлап тұрған сәтте оған Сүйген келеді. Сен мектепке ерте кетесің ба дейді. Сол кезде Личан айтады, сен таң атпай не істеп жүрсің бұл жерде дейді. Сосын қыз айтады, мені кешірші, ештеңе айтпай кетіп қалғаным үшін дейді. Сол үшін келдің бе деп сұрайды. Сонда қыз, егер шынымды айтатын болсам деп тұрғанда, Личан айтады, мен білемін, сен Ингелді жақсы көресің, ұнатасың дейді. Сонда қыз таң қалады, сен оны қайдан білесің деп. Сонда жігіт айтады, мен сені бақылап жүредім. Бақылауым бойынша сен оған қарайсың да жүресің, аңдисың да жүресің. Содан мен түсіндім сен оны жақсы көретініңді дейді. Сосын Личан айтады, рахмет саған дейді. Қыз түсінбей не үшін дейді. Сенің арқаңда мен әр күнім концерттегідей болып, күшті болып өтті дейді. Мен еш өкінбеймін.
мен ұтылып қалсам да енді менде керемет естеліктер бар басқаларға айта алатындай дейді. Содан мектеп алдында келе жатқан Личаның қасына Маджо жүгіріп келеді. Ол екеуі сөйлесіп тұрған сәтте бір жігіт келіп, сендерді директор шақыртып жатыр дейді. Сендер не бүлдірдіңдер тағы деп ол кетіп қалады. Оған түсінбей қалған екеуі директордың бөлмесіне барады. Ал ол жерде олардың достары, яғни топтың басқа жігіттері де отырған еді. Сол сәтте директор де кіріп келеді. Сендер не бүлдіріп жүрсіңдер? Басқа мектептің баласын қосып ән айтқансыңдар ма, не істегенсіңдер дейді. Сосын Личан айтады, тек ол жігітке тиіспеңізші, бәрі мен кінәлімін бәріне дейді. Ол жігітпен өзім сөйлесемін, сендер мына қағазға қол қойыңдар дейді. Сосын олар басқалай түсініп қалып, жоқ, өтінем олай жасамаңыз дейді. Сол кезде директор айтады, жындысыңдар ма, бұл деген келесі тағы болатын концертке қатысуға келісімдерің, сол үшін қол қойыңдар дейді. Сосын бәрі түсінбей қарап қалады. Ал топтағылар болса оны Ингөлға айтып шақыртып алып көрсетеді. Сосын Ингөл түсінбей, не бұл деген кезде бізді жаңа концертке шақыртып жатыр дейді. Оған Ингөл мәз болып қалады. Сосын топтағы жігіттер айтады, біздің өз әніміз жоқ, директор болса осы уақытқа дейін өз әндерің жоқ па деп айтып ұрысты дейді. Өз әніміз шынымен де жоқ екен, ал концерт болса бір айдан кейін болады, біз не істейміз дейді. Онда тұрған не бар, жаза салайық дейді Ингөл. Сонда басқалар айтады, сен не, Личанның ұлысың ба? Айтқан сөзің де бәрі ұқсап кетті ғой дейді. Сол кезде Личан айтады, иә, ол менің ұлым, дұрыс айтады. Жаза салу оңай, біз осыншама бір айдың ішінде концертті өткіздік, бәрі біздің қолымыздан келді, бұдан былай да келеді. Бірлесіп тырысып көрейік дейді. Бірақ ол үшін бізге саяхатқа шығу керек дейді. Таза ауаға, сол жерде біз шабыттанып жазатын боламыз дейді. Сол сәтте Маджо айтады, енді бәріміз бірге баратын болсақ, онда Сүйген мен Чонаға да айту керек қой дейді. Маджо болса, кәні қайсысын бірінші айтасыңдар, кім хабарлайды дейді. Сол кезде Личан, Ингөл хабарлайды дейді. Солай деп кетіп қалады. Қалғандары, қалай сендер төбелеспейсіңдер ма, не болған сендерге деп түсінбей қалады. Содан бәрі сыртта кетіп бара жатқанда Ингөл Личанды тоқтатып, саған айтатын әңгімем бар еді дейді. Кетіп Ингөл, саған шындығымды айтатын болсам деп бастай бергенде Личан айтады, немене, бәрің маған шындықтарыңды айтқыларың келіп кетті дейді. Сен кешіктің, саған дейін маған Сүйген келіп, бәрін айтып берді, сен ұнататынын айтты дейді. Ингөл болса түсінбей, шын ба дейді. Сенде бәрі жақсы ма дейді. Личан болса, әрине бәрі жақсы. Сені ұрғым кеп тұр, бірақ мен оны жасамаймын дейді. Тек Сүйгенді ренжітуші болма, егер оны жылататын болсаң, мен сенің көзіңді қан жылатамын дейді. Солай Ингөл мәз болып қалады. 18 жастағы әкем қазіргі әкемнен керемет еді деп салыстырып қалған Ингөлдің ойлаған даусын көрсетеді. Содан Ингөлдің Чонаға жаңағы жерге барайық, топпен жиналайық деген кезде Чона жоқ, бармаймын деп айтып жатады. Сонда Личан үшін бе деп сұрайды. Қыз болса, жоқ, менің басқа шаруаларым бар, конкурсқа қатысам, мен соған дайындалуым керекпін дейді. Бармаймын дедім ғой, бармаймыз. Енді маған ым-ишара тілін үйретші, осыны үйренейікші, уақыт алмай дейді. Ал Личан болса, бұл уақытта Чонаға бірге барайық, неге хабарласпай кеттің деп неше түрлі қағаздарды жазып, факспен бірақ жіберейін деп жібермей алып қалған сәтін көрсетеді. Ал ертесіне Ингөл мектептің ауласын тазалап жүрген сәтте жүгіріп бара жатқан Сүйгенді көріп қалып артынан барады. Ал ол жерде болса Сүйген қиналып отыр еді. Сосын не болды, бәрі дұрыс па деп сұрайды. Сонда Сүйген, менің оқытушым маған жаңағы скрипкада ойна деп айтады, виолончельде ойна деп маза бермейді, ал менің болса ойнағым келмейді дейді. Мен ода ойнағым келмейді, одан өлгенім артық дейді. Сонда жігіт айтады, жүр мен дейді. Қыз болса, мен саған бармаймын дедім ғой, барғым келмейді дейді. Сонда жігіт айтады, сен түсінбедің, жүр сабақтан қашып кетеміз, мен сені басқа бір жерге алып барамын дейді. Солай екеуінің мектептен қашып кетіп, паркте айналып қыдырып жүрген сәтін көрсетеді. Содан Личан мен Маджоны көрсетеді. Маджо Личанға Чонаны шақыршы деп көндіре алмай жатады. Личан айтады, ол қазір мені тыңдамайды, Ингөлге айт дейді. Ал Маджо болса, ол Ингөлмен қазір көп сөйлеспейді, көп көріспейді, сен айтуың керексің деп екеуінің сөйлесіп жатқанын көрсетеді. Бұл сәтте Маджоның пейджеріне бір хабарлама келіп қалып, ол Личанға күте тұр, қаз келем деп кетіп қалады. Личан кетейін дей бергенде ол Чонаны алыстан көріп қалады, содан оның артынан барады. Ал Чона болса үйсіз қалған мысыққа тамақ алып келіп беріп отырған еді. Содан Чонаның мектепте сабақта сурет салып отырған сәтін көрсетеді. Ал Личан болса оны сырттан бақылап тұрған еді. Содан Чонаның тамақтанып отқан сәтте қасына бір жігіт келіп, йогурт алып бергенін көрсетеді. Ал қыз үндемей тұрып кетеді. Ал жігіт болса оның артынан қалмай барып, сен маған ұнайсың дейді. Ал қыз болса наушнигін құлағына тағып, оны естпегендей өзін көрсетеді. Сонда жігіт жынданып, сен не өзінше болып отырсың, сенен басқа қыз жоқ деп отырсың ба, менің айтқан сөзімді естпей елемей
өткім келе ме деп өзінше болып тиісе бастайды. Сонда жаңағы жігіттің досы жүгіріп келіп, ол естіпеді бәрібір сені, не айтып жатқаныңды, қоя ғой дейді. Сол кезде жаңағы жігіт қыздың құлағына айқайлап көріп, шынымен естіпей ме деп, содан оны мазақ қылып тиісе бастайды. Сол сәтте Личан келіп қалып, ол екі жігітті жазалайды, тиіспеңдер екінші ол қызға деп. Сол кезде олардың айтқан түсінбегендей сөз қайтарған жаңағы жігітті тағы да ұрып тастайды. Оны көрген Чона жүгіріп барып, оларды ажыратып алады. Ал бұл сәтте болса Ингел мен Сеген екеуін қыдырып, көңілді уақыт өткізіп жатқан сәтін көрсетеді. Сосын олар демалып отырған сәтте Ингел жаңағы тауып алған дәріні қызға береді. Қыз түсінбей қайдан алдың дегенде, өткенде сен бөлмеңе кірген кезінде тауып алған едім, соны қайтарам деп ұмытып кетіппін деп береді. Сосын Ингел сұрайды, бұл дәріні не үшін қабылдап жүрсің? Виолончельде ойнағың келмеген үшін қандай да бір себеппен бе деп сұрайды. Содан қыз өткен өмірін айтып береді. Ол жаңағы виолончельде ойнап жүргенде бір қызбен танысып қалады. Ол қыз ашық жарқын болады. Ол Сегенға жасырмай бәрін айтады. Яғни олардың мамасы оларды қинап сол жерге әдейі бергенін, өз қалауларымен ол виолончельде ойнамайтындығын екеуі біліп достасып жүрген сәтте жаңағы қыздың қайтыс болғанын естеді. Сосын сол жерге көңіл айтуға барған сәтте мамасы құлағына келіп айтады: сен өз-өзіңді жоғалтпа, бұл күнді мәңгіге есіңе сақта, себебі бұл күн саған мұңды күй ойнағанда қажет болады. Сол күйді ойнайтын сәтте осы күнді есіңе аласың дейді. Содан оның концертте ойнап жатқан уақытта құлағы естпей қалып, жаңағыдай жынданып кеткенін көрсетеді. Сөйтіп оның ауруханаға түскенін, құлағы дұрыс естпей қалып, бірақ неден екенін анықталмағандықтан бұл стресстен шығар деп осындай дәрі бергендігін айтады. Содан бері осы дәріні ішіп жүргендігін қыз Ингелге айтып береді. Содан бізге Личанның полицейский участокте отырғанын көрсетеді. Себебі ол жаңағы жігіттермен төбелескенін полицейлер келіп алып кеткен болатын. Қыз сөйлемейтін болғандықтан полицейлер олардан ештеңе біле алмайды. Сол уақытта Личанның әжесі кіріп келеді. Менің куәгерім бар, бірінші ана балалардың өзі тиісті деп айтады. Сосын сендердің бастықтарың жіберсін деп айтты дейді. Сосын жаңағы полицейлер жібереді, жарайды деп. Ал Личан әжесінен сұрайды: сіз шынымен де жаңа бастықтан сөйлестіңіз бе десе, жоқ дейді. Куәгер ше десе, ол да өтірік дейді. Неге өтірік айттыңыз десе, сен бәрібір ол жерде өз айтқанынан қайтпайтын едің. Және де полицейлерде сендерді тыныш қана жіберу үшін менің солай өтірік айтуыма тура келді дейді. Содан егер сен оны шынымен де жақсы көрмесең, оған қиындық салмай-ақ қой, өзіңді де қинамай-ақ қой деп әжесі Личанға айтады. Содан кеш болып Ингел мен Сеген үйіне келген уақытын көрсетеді. Сол уақытта Ингел айтады: егер саған қиын болса, ауыр болса, бұл шынымен де саған қиын ауыр болып тұрғаны, өз-өзіңді қинама, басқаларды ойлама дейді. Мен сені өтірік күліп жүр, бақытты болып жүр өтіріктен деп қинамаймын. Мен сенің тек жаңағы дәрің секілді болғым келеді. Әрқашанда сенің жаныңнан табылып, сені қолдап көрсетіп жүргім келеді дейді. Содан қыздың үйіне келіп дәріні ашып қараған сәтін көреміз. Ол жерде дәрінің орнына Ингел ол жерге кішкентай кәмпиттерді салып қойған болатын. Қыз оны көріп мәз болып қалады. Содан Личанның Ингелді пейджермен хабарлама қалдырып тез жетіп кел деген хабарын естіп, ол жүгіріп келеді. Ал Личан болса тамақтанып отырған болатын. Сонда Ингел айтады: сен не істегенсің? Полицей учаскесіне не үшін түсіп қалдың? Жағдайың қазір қалай дейді. Сол кезде Личан айтады: Чонаның отбасы саған не үшін ақша төлейді? Сен ақшаң көп болып, сен мәз болып жүрсің ғой. Жайында қалай ойлайсың? Саған бәрібір болып тұр ғой, ол концертке неліктен келмегендігі, және де бүгін оған тиісіп жігіттердің оны ренжіткендігімен шаруаң жоқ қой, дейді. Не дейсің? Чонаға далада біреулер тиісті дейсің бе дейді. Қандай айырмашылығы бар? Мен қазір бірдеңе жасаймын, сен маған көмектесетін боласың дейді. Сенің айтқың келгені өш аламын деп тұрсың ба дейді. Сол кезде Личан: сенің даже ол да қолыңнан келмей ме, әрі тұршы деп итеріп жібереді. Содан Чонаны көрсетеді. Ол Личанға кешір деп факстен хабарлама жазып жібермекші болып ойланып отырған сәтте оған факстен хабарлама келеді. Ол жерде тезірек дайындалу бөлмесіне жетіп келші, Личанды тоқтатуымыз керекпіз деп жазып жіберген Ингелдің хатын көреді. Содан ол тездетіп жаңағы бөлмеге жетіп келген сәтін көрсетеді. Келсе ол жерде Личан отырады. Сосын қыз түсінбей қарап қалады. Личан айтады: бәрі жақсы, уайымдама дейді. Сөйтіп қағазға алдын ала жазып қойған заттарды көрсетеді. Ол жерде
Ең алдымен сен менімен достасқың келді, және де мен саған ұнайтын едім, сен ол жайында маған айттың дейді. Сен менің жүрегімді қалай жаулап алдың дейді. Қалайша фестивальға келмедің, қалайша походқа шығуғадан бас тарттың дейді. Қалайша сен осылай қатыгез бола аласың дейді. Қыз ұялып үндемей жерге қарап тұрған сәтте, мен саған арнап фестивальда, концертте ән айтайын деген едім дейді. Қыз түсінбей қалады. Ал жігіт болса парақтың келесі бетін ашып, бірақ сен оған келмедің дейді. Егер бізбен бірге бара алмасаң, маған осы жерде істеу керек ол затты дейді. Қыз түсінбей қарап қалады. Содан жігіт им-ишара тілімен мұқият қара деп, бұл тек саған ғана арналады деп, им-ишара тілімен сол жерде оған ән өлең айтып береді. Солай ән айтып аяқтала бергенде соңын ұмытып қалып жүгіріп барып дайындаған кітабын ашып қарап жатқан сәтте қыз жүгіріп келіп жігітті құшақтап алады. Жігіт те оны сосын құшақтайды. Ал қыз болса жылап қалады. Ал оларды көріп аңдып тұрған Ингүл мәз болып қалады. Солай ертесіне жігіттер топтағылар бәрі бірігіп вокзалда жиналып тұрған болады. Сол кезде Сүйген мен Ингүлдің қол ұстасып келген сәтін көрсетеді. Оларды көрген жігіттер бір-екі жігіті жерге құлап түсіп таңғалып қалады, яғни оларды одан күтпеген еді. Ал Маджо мен тағы бір жігіт оны алдын ала білген еді, өйткені олардың іс-әрекетінен, сөйлеген сөздерінен байқаған еді. Сол сәтте ар жағынан Личан да келеді. Біздің керемет дизайнерімізді қарсы алыңыздар дейді. Сол кезде топтың басқа жігіттері барлығы им-ишара тілімен Чонамен амандасады. Қалайсың деп. Жақсы деп Чона оған мәз болып қалады. Содан Маджо айтады, кәне енді тездетейік, ато қазір кешігіп қаламыз дейді. Сөйтіп Личан мен Чонаның қол ұстасып кетіп бара жатқанын көреміз. Содан олардың пойыздағы кетіп бара жатқан сәттерін көрсетеді. Чона мен Личанды басқа достары бәрі қоршап алып, Ингүл мен Сүйгенге ешкім қарамай қойған еді. Себебі оларға Чонамен сөйлескен қызық еді. Им-ишара тілімен Личанмен бәрі бірігіп, үйреніп қызық болып келе жатқан еді. Сол сәтте Сүйген айтады, сен менің жанымда әрқашан боламын деп уәде бердің ғой, сондықтан да мен өзімнің өлемін деген уәдемді ұмытып қалдым дейді. Маған енді анам үшін өз өмірімнен айырылғым келмейді дейді. Мен сенің берген тәтті кәмпиттеріңді жедім, енді менің өмір сүргім келеді дейді. Ол өмірде керемет өткізгім келеді, сондықтан сен асықпай менің жанымда бол дейді. Егер де сен мені тастап бір жаққа кетіп қалатын болсаң, мен сені өлтіремін дейді. Солай ол әжетханаға барып келейін деп орнынан тұрып кетеді. Ол кеткеннен кейін Ингүл қоңыраудың, яғни вибрацияның дыбысын естеді. Сосын ол қайдан ойнап жатыр деп сөмкесін алады. Ол жерде телефонын қосып қараса, оған қоңырау шалып жатқан болады. Ол ешкімге көрсетпей барып сөйлесемін деп сыртқа шығып, сеттің ұстамай тұрғанның себебінен қай жерде ұстайды екен деп іздеп жүрген сәтте, әжетханада отырған Сүйгенға да телефон қоңырау дыбысы естіліп, ол түсінбей телефонын алып алло дейді. Сол кезде оның ар жағынан дүкен сатушысы хабарласып, қалайсың деп сұрайды. Жақында сен кері қайтатын боласың, ол жердегі уақытың аяқталып жатыр дейді. Сонда қыз айтады, ол деген мен 2023-ке қайта ораламын ба дейді. Иә, жақында 2 ай тоғысқан сәтте деген кезінде, ой, маған қызық емес, қашан қайтатын, дәл қазір маған осы жердегі уақытым қызықты дейді. Қашан қайтатынды мен өзім шешім қабылдап айтамын дейді. Солай тұтқаны қоя бергенде жаңа ар жағынан дүкен сатушысы айтады, тұра тұр, саған жіберген жалғыз мүмкіндікті жіберіп алма, егер ол мүмкіндіктен айырылсаң, ешқашан кері қайта алмайсың дейді. Мәңгіге қаламын дейсіз бе дейді. Сол кезде сатушы айтады, уайымдама, мен саған көмекші жібердім. Қандай көмекші деген кезде, сенмен бірге осы 2023 жылға оралатын көмекші саған жіберіп қойдым дейді. Сонымен не айтқыңыз келіп тұр? Бұл жерде жалғыз мен емес, тағы бір адам бар ма? Кім ол? Қайда, қалай мен онымен кездесемін дейді. Ол сен ойлағаннан әлдеқайда жақын жерде деп тұтқаны қойып қояды. Сосын қыз, тоқтай тұрыңыз, тұра тұрыңыз деп, алло деп түсінбей қараса, телефонда сет ұстамай қалады. Сосын ол сыртқа шығып сетті іздеп тұрған сәтте, сотканың сетін іздеп келіп тұрған Ингүлді көріп қалады. Ол екеуі түсінбей бір-біріне қарап қалады. Себебі олардың екеуінің қолында да телефон. Осылайша 13-ші бөлім аяқталады. Біздің каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға рахмет.